Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай достарым. Бүгін мен сендерге түлкі мен қырғауыл атты ертегімді айтып беремін. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп, «Сәлеметсің бе қырғауылым, халің қалай?» деп сұрайды. Сонда қырғауыл, «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» депті. Түлкі, «Жерге түсіп сөйлессек қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Сонда қырғауыл, «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар. Жеп қоюы мүмкін» дейді. Сонда түлкі қуланып, «Әй достым, қазіргі заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана естіп келдім. Біреуге біреу зорлық қылмасын, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген бұйрық шығыпты» дейді. Сонда қырғауыл, «Жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет достым. Мына жақтан келе жатқан иттерге де осы хабарыңызды айтсаңыз болатын еді» дейді. Ит деген сөзді ести салып, түлкі алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Артынан қырғауыл, «Қайда барасыз түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттіңіз бе?» дейді. Сонда түлкі, «Кім біледі, бұйрықты иттер естімеген шығар» депті міңгірлеп. Міне балалар, қырғауыл өзінің ақылдылығының арқасында түлкіге жем болмапты. Сендер де аңқау болмай, ақылды болуларыңды қалаймын. Қайырлы түн достарым. Ұйқыларың тәтті болып, түн қайырмен батсын деймін.